Сәлеметсіздер ме, балалар мен олардың ата-аналары? 5-ші сатыда жеңілдетілген мәтіндер оқып үйренеміз. Оларды тек қана оқып қана емес, дұрыс сөйлеуге, сөйлемдерді жүйелі айта білуге үйренеміз. Ал қане кірісейік. Менің атым Нұрлы. Мен 7 жастамын. Мен 1-ші сыныпта оқимын. Мен Алматы қаласында тұрамын. Менің үйім Абай көшесінде орналасқан. Біздің отбасымызда 4 адам бар. Олар менің әкем, анам, інім және мен. Әкемнің аты Олжас. Анамның есімі Жанар. Інімнің аты Мирас. Біздің отбасымыз тату. Келесі видеоларда мәтіндер біртіндеп қиындай бастайды. Сатыға байланысты мәтіндер де қиындайды. Сол үшін келесі видеоны жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоны көріскенше сау болыңыздар.